Есеп. Автобуста 5 ұл, 5 қыз келе жатты. Аялдамада 6 бала түсті. Автобуста неше бала қалды? Есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз ба? Жоқ. Ең бірінші автобуста келе жатқан балалардың санын анықтау керек. 5 қосу 5 тең болады 10 бала. Енді сен автобуспен келе жатқан балалардың санын білесің. 10 бала. Неше бала түсті? 6. Есеп сұрағында бізден қалған балалардың санын сұрап тұр. Қалдықты анықтау амалы азайту. 10 азайту 6 тең 4. Сен неше амал орындадың? 2 амал. Бұл құрама есеп. Жай есептер бір амалмен орындалады. Ал құрама есептер 2 немесе одан да көп амалмен шығарылады. 2 амалмен шығарылатын есептерді бір өрнекпен жазуға болады. 5 қосу 5 азайту 6 тең 4.